Assalamu alaikum, ардактуу менин мусулман бауырларым. Биздин кезекти шаруамыз мына тумбеден брудер жасагыбыз келип атыр. Сону бир ушундай истерге кызыктыруу бабында көрсөткүбүз келип атыр. Буга керектүү нерселер. Енді мына беті айнамен жабылат. Кәдімгі айна және де бұл жоғарыға қарай ашылатын есіктері болады. Екі есік. Және әр бір ортаға жарықтандырушы және жылу беруші лампочкаларды пайдаланамыз. Сондай бір жүйемен істеледі. Ол үшін бізге 10 метр кабель, ара, лампочкалар, 150-лік шуруп, бейістік, крупный шаг, және де мынандай лампочканы жарығын күшейтіп азайтушы осындай регулятор, 4 топса, насадка, изолента, осындай және де дрелді пайдаланып жұмысымызды бастаймыз. Әуелгі істелетін шаруа мына шіріп тұрған жерлерін астынан үстінен ағаш жіберіп, кішкене өсейлтетеміз. Мына айырылып тұрған жерлеріне ағашымыз жетіп атса, түгел айналдырып, осыны ағаш басамыз. Бірінші осы негізгі жәшігімізді мықтап аламыз. Брудерімізді жасап жатырмыз. Мықтылау жұмыстары кетіп жатыр пока. Астына бестік рейкі тастадық, сол жағынан астынан жан-жағынан қатырып атырып бекітіп. Бұл жерде шіріген жерлеріне мынандай ұзыншақ рейкі жібердік. Есік ашылып жабылатын айнаның рамкасы есебінде айна топсасы арқылаймыз. 2 топса. Ашылып жабылады, соны маған келіп тіреледі. Нәрселер істеп жатырмыз. Енді осындай есігін рамкасын құрастырамыз, топсаларын қойып, сосын ауысқан ағаштармен тағы шіріген жерлерін деспен өсейлтетіп мықтылаймыз. Азғантай уақыттың ішінде осындай брудер жасап алдық. Енді бұған бір кемшіліктері. Мындай регулятор алып едік. Бірақ бұл регулятор 2 лампочка, 150-лік 2 лампочканы көтермей қалды дейм, күйдіріп алдық. Осындай регулятор алып, жаңа брудердің ішіндегі жарықты азайтып, көбейтуге болады. Термометр егер градус көп көрсетіп тұрған болса, бұны бетіп жайлап басып қоюға болады. Егер аз болатса, көбейтіп қоюға болады. Сол жүйемен алып едік. 2 лампочкаге бір осындай регулятор алып едік. Көтер алмай қалды дейм. Әлде өзі заводская бірақ шықты. Не? Шіріген жерлерін, ызғар алған жерлерін ондай ағаш қойып қаптап, пайдаласпай тұрған нәрсені осындай нәрсеге пайдаға асыра отқан жайымыз бар. Төбеге қарай шатып, алейкумс. Ал жігіттер сәттілігі.